Бауыр адам денесіндегі ең үлкен ас қорыту безі болып табылады. Салмағы 1,5-2 килограмм болатын, 500-ден аса функция атқаратын маңызды мүше. Солардың маңыздыларын айтатын болсақ, өт шығару, зат алмасуға қатысу, белок алмасу, қан ұюға қатысу, май алмасу, холестерин түсу, тұз, су, витамин синтезі, жылу реттеу, залалсыздандырғыш, қорғаныш, иммунитет және де қан қоймасы қызметін атқарады. Өт бауыр клеткаларында гландулоциттерде түзіліп, 12 елшекке құйылып тұратын сұйық зат. Өт аш қарында жалпы өт өзегі арқылы бауырдағы өт қабына, ал тамақ ішкен соң 12 елшекке келіп құйылады. Тәулігіне 800 мл-ден 1 литрге дейін бөледі. Түсі сарғылт қызыл болады, билирубин пигментіне байланысты. Біз күнделікті жеген тамақтағы майларды ыдыратып, қорытылуын, сіңуін қамтамасыз етеді. Егер тамақ ішпесеңіз, өт қалтасында тұра береді. Тамақ ішкенде ғана 12 елшекке келіп құйылып тұрады. Өт іркілісі болмас үшін үнемі тамақтанып жүріңіздер. Күніне өзіңіздің ас ішетін уақытыңызда, әсіресе таңғы асты ішіңіздер. Түнімен бөлінген өтті шығару үшін. Егер тамақ режимін сақтамайтын болсаңыз, өт іркілісі болып, өт қоюланып қалады. Ал өт қоюланып қалған жағдайда қосымша тюбаж жасауға тура келеді. Созылмалы холециститі бар өт іркілісінен зардап шегіп жүрген адамдар ораза ұстамағаны дұрыс болады. Жағдайыңыз қиын болуы мүмкін. Ұстайтын жағдай болса, дәрігерден кеңес алып барып ұстаған жөн. Бауырдың 70% гепатоциттерден, ал 30% купфер жасушасынан тұрады. Купфер жасушасы организмге түскен инфекциямен күреседі. Иммундық жүйе қызметін атқарады. Организмдегі зиянды заттар мен бактерияларды жояды. Ішек инфекцияларымен де күреседі. Бауырдың ең жақсы қызметінің бірі басқа органдарға қарағанда жаңару қасиеті, яғни регенерациясы. Басқа органдарға қарағанда 700 есе күшті болады. Мысалы, далада жүрген кесірткенің құйрығын шауып тастасақ, ол өз орнына, бастапқы қалпына өсіп шығады. Бауыр да сол сияқты. Егер бауырдың 70% бөлігі зақымдалса, 30% бөлігі сау болса, сол 70% бөлігі бір ауруға байланысты кесіп алып тастайтын болса, өз қалпына бірнеше күннің ішінде өсіп шығады. Әрине, сол уақыт арасында өзіңізді дұрыс күтетін болсаңыз, дұрыс тамақтанып, зиянды заттардан аулақ болсаңыз. Бұл бауырдың жақсы қасиеті. Ал енді бір жаман қасиеті, адам өз бауырының ішінде не болып жатқанын біле алмауы. Ауырсынудың жоқтығы. Яғни бауырдың ішінде нерв талшықтары болмайды. Нерв тек бауырдың сыртқы глиссин капсуласында болады. Ауырсыну тек бауыр өз қалпынан үлкейгенде, ісінгенде пайда болады. Бауырдың ішінде ауырсыну болмаса да, бауыр ауруының сыртқы белгілері болады. Терінің қышуы, көздің сарғаюы, диспепсиялық синдромдар, температураның жоғарылауы,
соғып алған жердің көгеріп кетуі сияқты тағы басқа белгілері болады. Осымен бауырдың біз біле бермейтін қасиеті жайлы айттық. Назар аударғаныңызға рахмет.